біліммен Алла Тағала күшті байланыстырған екен. Мұндайды көрдіңіздер ма? Өткенде Нәжім сүресін өттік қой, естеріңізде. Алламаху шадидул қуа деген аят. Күшті қуаттың иесі үйретті дейді Жебірейілді қараңыз. Ол қуатпен үйретілетін нәрсе екен ғой. Өйткені Құран білім, басқа нәрселер де білімдер. Басқа дүниелеуи білімдер де бар. Бірақ Құран деген бұл хақ білім да. Хақ білімді күштілікпен үйрету керек. Неге? Өйткені ол берілген кезде оны күштілеп ұстау керек. Яхияға кезінде Атала кітапты берген кезде, я Яхия, хузил китаба биқуа. Қараңыздаршы, Атаға қалай бер. Ей Яхия, ұста мына кітапты мықтылап дейді. Мықтылап ұста дейді мынаны. Неге? Бұл хақ қой. Әлемдердің Раббысының сөзі сіздің үйіңізде тұр. Өзіңіз ойлаңызшы, бұдан асқан авторитет бар ма? Біз соны түсіну керекпіз да, біздің жүрегіміз соны да түсіне алмай жатыр оны. Қараңыз. Әлемдердің Раббысының сөзі сіздің үйде тұр. Қараңыз, қандай дәреже сізге беріп қойған Алла Тағала. Жүрек ұқпай жатыр соны. Ана жүрек басқа бір нәрселермен алаңдап үйренген, соны түсінбей жатыр ол әлі. Үйінде кітаптың қандай қадірлі кітап тұрғанын білмей жатыр да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады. Яджиу яумал қиямати әл-Құрану. Қараңыздар. Ялқа сахибаху. Қиямет күні Құран дейді. Құран. Өзін оқыған адаммен, өзін оқып амал жасаған адамға жолығады дейді. Хина яншаққу ан қабрихи. Қабірінен шыққан бетте алдына келіп жолығады дейді. Фаяқулу атағрифуни, сен мені танисың ба дейді екен. Қала ма арифук. Өйткені біз мынандай нәрсені ғана көргенбіз ғой. Ол сондай бір бүйтіп әбден мына Құранды қайта-қайта аша бергеннен бір уқаланып қалатын түрі болады ғой. Сондай бейнеде келіп тұр дейді. Риза болып тұр, түсінесіз ба? Сонда жаңағы айтады, мен сені танымадым дейді. Ана сахибукул Құран деп айтады екен. Мен сенің серігің Құранмын ғой. Сен өмір бойы мені құшақтап жүрушің ғой, есіңде ме? Оқып, мен сенің досың, серігіңмін, Құранмын. Қараңыз. Азматука фи нахарика. Есіңде ме, күндіздері саған ораза ұстатушы едім ғой мен. Қараңызшы, қалай несіне айтып отыр да. Ва асхарту лайлака. Есіңде ме, түнде ұйқыдан тұрғызып алушым ғой сені. Міне Құранның байланысын қараңыз. Қай нәрсені айтып отыр Құранда? Факуллу тажрин мин вараи тижаратихи. Бүгін дейді, қабірден барлығы тұрып жатыр ғой дейді. Әркім қазір өз саудасының артынан кетеді дейді. Қараңыздар. Әркім өз саудасының артынан кетеді. Мысалы. Ал сен білесің ба дейді. Ва иннака лияума мин вараи кулли тижара. Бүгін сен бүкіл саудалардың артынан ересің дейді. Намаз деген сауда. Қараңыз, Алла Тағала қияметке қалай істеп қойған. Басқа капиталдар бітті көмектеспейді. Намазың қияметке, ақыретке сауда екен ол. Көрдіңіз бе? Үлкен табыс. Намазың, оразаң, зекетің, ана көршіге қарайласуың, анаңды ешқашан туф демей сыйлауың, әділ болуың, жақсылық жасай беруің, садақа беруің, Құран оқуың. Бәленбай, сен бүгін бүкіл деп жатыр. Қараңыздар. Жаңағы мен варо и күллі тижара. Күллі саудалардың соңынан ересің дейді сен. Өйткені сен менің серігім болғансың дейді. Мен саған жағдайды жасауыңа көмектесемін дейді бүгін. Бұл керемет нәрсе екен бұл. Бұл Құран келіп, жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, Әл-Құрану шафиғун мушаффа дейді. Раббысының құзырында шапағат етеді дейді ол. Қараңыз, болсақ дейді жаңа құлға. Көрдіңіз ба? Жақсылығын асырып, жамандығын жасырып, сосын ол болысқан кезде қиямет күні әрбір болысушының болысуы қабыл етіле бермейді. Ал бұл Құрандыкін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи не деп жатыр? Қараңыз, әш-шафиғу мушаффа. Бұл шапағат етеді де, бұның шапағаты қабыл етіледі дейді. Екінші нәрсесін қараңыз. Махилун, мен куәмін деп қоймайды дейді ол. Мусаддақун, мен куәмін деген кезде оның сөзі расталады дейді куәсі. Бұл не деген биіктік та бұл, қандай керемет. Міне сондықтан, ей үмбетім деп жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Мән жаалаху амамаху. Кімде-кім осы Құранды өмірінде алдына қойып осылай жүрсе, міне саудамен жұмыс істеп жатқан кезде саудаң осыған сай болса, әйеліңмен қарым-қатынасың осыған болса, бала тәрбиесінде осыған сай келіп жатса, көршіңмен қарым-қатынасың сай келіп жатса, намазың, бауырыңмен,
әр нәрсе кім осылай жүріп өтсе дейді, қодаху илал жанна. Бұл Құран осы бетте оны жәннат қалып барады дейді. Ва мен жаалаху хольфаху дейді. Қараңыздаршы. Ал кім оны, қоя тұрайықшы. Бұл жерде шаруалар бар әлі істеп болатын. Артқа қойса, ол арттан қараңыз, қандай сөзді пайдаланған. Сақоху айдап апара жатыр дейді оны. Қайда? Иленнар, тозаққа дейді. Айтып тұр ғой, бұл хақ. Бұл хақты алдыңа қойсаң, сенен беделді адам жоқ. Алла тағаланың алдында беделің зор болады да. Соқтан әрдайым бір істі істейтін кезіңізде, әрдайым бір қарым-қатынаста, мәміледе мына жаққа қарап алу керексіз. Қалай істесін, Раббым риза болады. Осы нәрсе сіздің ойыңыз болу керек. Мына кітап сол үшін түскен. Біз бұны өздерің еске алып отырулары үшін жеңілдетіп қойдық дейді. Хәл мин муддакир, тек ұғынатын құлақ болса болды дейді бұған. Ұғынғым кеп тұр, пайдалы нәрсе керек болып тұр деген адам болса болды дейді. Дайын тұр дейді бәрі асылы. Сондықтан жаңағы Құран шапағат еткен кезде юъта ал-мулку бияминихи, зор қылып айтып жатыр пайғамбарымыз салсам. Ва юъта ал-хулду бишималихи, оң қолына патшалығының билігі беріледі дейді. Жәннат қарас. Сол қолына мәңгілік беріледі дейді. Яғни мәңгі жәннат беріледі деген ғой. Сумма юқалу, сосын айтады дейді оған. Иқра, оқыш Құранды деп. Қияметте де, қараңыздаршы. Ана кісінің дүниеде оқығаны сондай Алла тағала риза болған екен, ақыретте де оқы деп айтады екен. Вараттил, кама кунта тураттилу фид дуния. Дүниеде мәнерлеп оқып тұрушың ғой, кәне солай оқыш деп. Сөйтіп оқып баратқан кезде көтеріліп бара жатыр дейді жаңағы адам. Фаинна манзилатака инда ахири аятин мака. Сенің дәрежең, сенің жадыңда сақталған ең соңғы аятыңның қасында тоқтайды дейді. Сол оқып баратқан кезіңде, қараңыздар, ва тузаду бикулли аятин хасана. Тағы бір жақсылықтардан әрбір аятың үшін бір жақсылықты қоса берем дейді қазір. Тағы кетіп отыр. Бұл Құранның беретін нәрсесі. Ақыреттің байлығы керек па? Құран ғана бере алады оны. Ақыреттің байлығын тек осы Аллах тағаланың кітабы ғана бере алады. Бізге байлықты түсірген, баға жетпес нәрсені түсірген. Кейде бізге жаңағы Аллах тағала мынандай ескерту де жасайды. Вала инши'на. Қараңыздар, ана пайғамбарымыз салсың қарсы келіп мүшриктер тыңдамай қояды ғой. Тыңдамайды, кетіп қалады. Сонда пайғамбарымыз салсың былай деп сөйлейді. Вақала расулу, елші дұға жасады дейді, дұға тілеп жатыр дейді. Я Рабби, Раббым, инна қауми иттахазул Құр'ана махжура. Мына қауымым менің сөзсіз мына Құранды тастап қойды. Кері жоқ деп айтты мына Құранда, қараңыз. Сосын Алла тағала пайғамбарымызға түсіндіреді заңдылықты. Саған барлық адам ере бермейді. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. Жалпы қоғамда тәртіпсіздікке үйреніп қалған тәртіпсіздердің дейді, қараңыздар. Сол тәртіпсіздердің іштерінен біз әрбір пайғамбарға сондай бір дұшпанды жасап қойғанбыз дейді. Міндетті түрде солардың ішінде Құранға жаңағы қарсы келіп тұратын адам болады дейді сол кезде. Сол секілді бұлар дейді, саған қазір қарсы келіп жатыр дейді, пайғамбар саллаллаху. Сонда Алла тағала мынандай ескертуді айтады да, вала инши'на. Сөзсіз егер қаласақ дейді, қараңыздар. Егер қаласақ, ланазхабанна биллази аухайна илайка. Ей пайғамбар, мына саған уахи еткен аяттарда, сүрелерді, Құранда алып кете аламын дейді мен толық. Толық алып кете аламын дейді жердің бетінен. Одан кейін дымда түсінбей жүретін болсындар өмір жердің бетіне. Толық алып кете аламын дейді. Соны мен алып кететін болсам дейді, жаңағы уәкилі. Сосын сен соны бізден тоқтатып бөгелеп қалатын ешкімді таппай қаласың дейді, қамқоршы ретінде. Егер мен алып кетуді шешсем, алып кетем дейді. Бірақ алып кетпеймін дейді. Неге? Илля рахматан мин раббика. Өйткені Раббыңның рахымы солай қалады. Біреулер түсінбесе де, түсінетіндер болады бұл Құранды деп. Аллах тағала бұл Құранды қияметке дейін істетуді қалады. Бұл менің рахымыммен шешілген нәрсе дейді міне.
илля рахмата мин раббика. Осылайша ей пайғамбар, ва инна фадлаху кана алейка кабира. Жалпы жалғыз бұл мәселеде емес, қаншалаған мәселелерде менің саған деген кеңшілігім өте зор ғой дейді. Пайғамбарымызға берілген артықшылықтар ерекше. Ол артықшылықтардың бәрінен осы үмбетіне үлес бар да қиямет күні. И дүниеде де, мысалы өзіңіз ойлаңыз. Сондықтан бұл Құран. Қараңыз. Сіздің жүрегіңізде, сіздің тіліңізде, үйден кетіп баратып, көлігіңізде кетіп баратсаңыз да, Абдулла ибн Муғаффал деген сахаба радиаллаху анху айтады. Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам раайтуху. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды мен көрдім дейді. Яума фатхи Макка. Мекке ашылған күні. Мекке ашылып пайғамбарымыз көлігінің үстінде келе жатқан кезде ва хуа яқрау аля рахилатихи суратул фатх. Сол кезде көлігінің үстінде, түйесінің үстінде Фатх сүресін оқып баратқан еді дейді. Инна фатахна лака фатхан мубина деп мысалы сүрені оқып бара жатыр. Сол секілді сіз көлігіңізде кетіп баратқан кезде сізде егер жаттап алған Құран болса, пробка, қашықтық деген проблема болмайды ол. Қысқартып жібере салады Алла Тағала оны. Өзіңіз білмей қаласыз. Неге? Өйткені сіздің шұғылданып жатқан нәрсеңіз бар да. Ал енді жаттайтын, қайталайтын нәрсең болмаса не істейсің еріксіз? Мына пробканы ай, мына ай, жол не болып кетті ғой деген мәселе. Ал енді Құранмен шұғылдасаңыз, сіздің жүрегіңізге Алла Тағала сондай тыныштық сыйлайды. Сіз еш нәрсе ашуландыра алмай қалады, сізді болды. Сізді ашуландыру мүмкін болмайды. Өйткені Құран билеп тұр да сізді. Бүкіл тұла бойыңызды Құран билеп тұр. Санаңызды, жүрегіңізді.